Қайырлы күн, құрметті қала тұрғындары. Қазақстан халықтары тілдер мерекесі құтты болсын. Абай Құнанбаев, өлең сөздің патшасы, сөз сарасы. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы. Қиыннан қиыстырар ер данасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен болғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бейшарасы. Айтушы мен тыңдаушы көбін адан, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Әуелі аят, хадис сөздің басы, қосарлы бәйт мысал келді арасы. Қисынымен қызықты болмаса сөз, неге айтсын пайғамбар мен оналбасы. Мешіттің құтпа қылған ғұламасы, мінәжат өлилердің зарналасы. Бір сөзін бір сөзіне қиыстырар, әрбірі келгенше өз шамасы. Өлеңге әркімнің ақ бар таласы, сонда да солардың бар таңдамасы. Үш алтын, сұрты күміс сөз жақсысын, қазақтың келістірер қайғыласы. Бұрынғы ескі бейді тұрсаң барлап, мақалда пайдады екен сөз қосарлап. Ақындары ақылсыз надан келіп, көр жерді өлең қапты жоқтан қармап. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Тілдер мерекесі құтты болсын.